көремін. Тұрғанымда абырой көремін. Осындай жобада отырмын. Жантармеки жобада отырмын, абырой көремін. Сен Дубайда басқа еркектермен жүрген жоқпын. Енді айтып жатыр ғой. Енді Айдар ханым, мен ештеңе демеймін енді. Енді Диана, Дубайға шығу саған да бұйырсын, енді не дейміз енді? Енді Дубайға шығамын, енді ел көрем, жер көрем. Бірақ енді әр адам өз хабарынан дейді ғой. Мен аяқта өтірік аңгел болып отырып, сыртта жігіттермен кездесіп, бәлем бәрін бүлдірген нәрсе ой санаңды айтып тұрсың ғой енді. Айтсаң айта бер, пожалуйста. Сен Дубайға бару жоқ. Ер азаматты сыйлауды сенің неңнен алдында талаптарынан көрдік қой. Мен күйеуім болса да шетелге шыға беремін деп. Күйеуім болса да шетелге, ер азаматты сен сыйлауды үйрен ал, содан кейін маған әңгіме айтасың. Диана, тұра тұршы, Арайлым. Жаңа Дубайда жүріп ер азаматтармен жүрді деген әңгіме? Жаман мақсат емес анда, енді шығып жүр ғой дегенім ғой енді. Бір 10 бала шағасымен бір тасып кеткен адам сияқты сөйлейсіңдер да? Ондай емес қой? Сатқындықтың білесіңдер ма? Негізі Ғалымжан, ресторан. Қарашы Ғалымжан, сен сөйтіп бардың, кездесу болды, ол сияқты әңгіме шықты. Кеше сендердің салған осы қосылақ несіне салынды ғой, парақшасына. Сол видеоға елдің бәрі о Гала мен Перизат қосылып жатыр. Ура, анау деген әңгімелер бар. Қазір екеуің де отвечай соның буымен сондай әңгіме айтып жатсың. Перизат, сен өзіңнің жігітіңе қазір одан сайын таптап жатсың. Өйткені сен неге елдердің халықтың ойы маңызды болды да саған, и сонымен сен қайтадан Галаға қарай ашылып келе жатсың. Бұл жерде сезімші, нунимен болған сезімші. Мен ответ беріп сендерге айтайын. Ертең Гала екеуіңнен ештеңе шықпайды. Мен ответ беріп қояйыншы. Егерде Нұрсұлтанның сезімі шынайы болғанда, менен хотя бы сөйлешмек, не болды деп барын білмек, сатқындық деп, не сатқындық қылдым. Гала келді бе? Келді. Мен аға тек қана айтарым, я, бізде бары жақсы. Бұйырса, возможно, бірге болуыз. Мен аның қасында өзімді кішкенекей қыз қатары сеземін, өз ер азаматымда көремін. Пожалуйста, тек қана бізге бақыт тіле деп айтқаным бар. Бірақ аны Нұрсұлтан даже просто келіп менімен сөйлесе болмақ қой, кетіп қалды просто, маған даже звондаған жоқ. Олай болу керек та, саған ол нәрсе ше. Мысалы, Гала осы жерде қайта қайта мамасына мен ұнаймын, мамасы маған бүйтіп айтып жатыр екен, сөйтіп айтып жатыр екен, әңгіме қозғалып жүрді. Елдің бәрі одан бар ойлары, о Галамен деген сияқты әңгіме басталып кетті да. Бұл жерде Гала емес басқа жігіт барған кезде, ол түсінікті жағдай болар еді да. Сен именно Галамен кездесуге шығып тұрған мүлдем дұрыс емес. алып шығармағанда дальше кездесіп жүре беретін еді. Білмейтін еді да оны халық ше. Сен Нұрсұлтанға айтпағансың да кездесуге шықтым. Осындай болды, осындай сұрақтарды қойып деп ше. Қазір сен кінәнің бәрін Нұрсұлтанға артып жатсың да. Не әңгіме, мысалы менің таңдауым қате болыпты деп. Сатқындықты саған Нұрсұлтан жасады ма? Нұрсұлтан сыртта біреумен кездесті ма? Сен ғой кездескен осы жерде. Сен кездесіп аласың да, барлығын өзің бастап алдың да, сен андай әдемі бір жұмсақ қыз сияқты боласың да. Сен ішіңде қулық жатыр. Қатты қулық жатыр, сен бәрін істеп аласың. Мына жерде Ғалымжан айтып жатыр ғой, сүттен ақ судан таза адам ұқсап. Мені ресторанға шақырдың ба деп ше. Ресторанға шақыратын бірінші этаптарды істеп жатсың да сен уже. Ертең 3-ші 4-ші кездесуде сендер рестораннан бірақ шығасыңдар. Қазір түсінесің ба? Сен ештеңе көрмедің. Мен ғашықпын, потому что сондықтан ойлануың керексің. Сол ғашық болған кесірінен бұндай жағдай болып жатыр. Сен соқырлығың кесірінен бұған тіптен бір сен өзің кінәлісің. Сен ештеңе көрген жоқсың бұл орайда. Не болып жатқанда көрген жоқсың. Қалай мысалы Ғалым ақырында өзінің этаптарын бастап жатқан көрген жоқсың. Әлде сен отырсың бұл кімді? Перизатты қолда. Сенің қарны жарылған күн бұйырса осы воскресенье гендер-пати түсірейін деп жатырмын. Енді маған үлкен плакат жасайтын жерлер керек. Гендер-патидің заттарында плакатты көбісі істемейтін болып қалған ба бірдеңе ғой. Кілең мынандай құтақандай плакаттар, ондай емес, мынандай құтақандай плакат емес, маған нәм 4-5 плакат керек қой үшін. Сол 4-5 плакаттың жиегіне бүйтіп келген шарик жасайтындай сондай оформление қандай жерлер бар. Менің шынайы оқырмандарымның бастаған таза ниетін кәсіпкерлер ластамаңыздар. Мен осы сториспен барлықтарыңызға ескертіп айтқым келіп тұр. Бүгін міне Ақтауға келдім деп айттым. Тағы да таңертеңнен доставка келіп бастады. Доставкаларды ашып қалсаң, кілең кәсіпкерлердің аккаунтынан мен менеджер қызыма айттым, барлығына жазып шық, кәсіпкер аккаунттан келетін болса қабылдама деп. Басында негізі өзімнің кәдімгі шынайы өзінің аккаунт, мысалы мен Салтанат айыма, мен аккаунтым осылай Салтанат айымен қарайтын аккаунтымен жіберген оқырмандарым болатын. Шынайы мен көңілімді көтергісі келетін. Кейін бірақ бұл шынайы ниетті кәсіпкерлер өздерінің лас мақсатына пайдаланып жатыр да. Сөздің ашығына келетін болсақ, Олекс қылып жатыр бір сөзбен айтқанда, кәдімгідей тегін жарнама ұқсатып адамның қайғысын өзінің бизнесін дамыту мақсатында қолданғандарыңызға жол болсын әрине. Мен қабылдамаймын. Сразу айтам кәсіпкерлерден. Жанашыр кәдімгі өзімнің тіпті оқырмандарым, кейбір жанашыр оқырмандарым аккаунтында жазып отырған жоқ. Лишь бы менің настроением көтерілсе болды деп жіберіп. Басында шыны керек, мен өйтіп жаңағыдай жарнама мақсатында жіберіп жатыр деп ойлаған жоқпын кәсіпкерлерді. Бірақ арты деген сондай қоласып кетті. Басында өзімнің реальный оқырмандарымнан келді. Біреулері оқырмандарым аккаунтын жазып жатыр, біреулері жазбай жатыр. Біреулер аккаунтын жазса да Салтанат мені белгілі сториске деп жақшаның ішіне запискеге жазып жіберіп жатыр да. Реально өзімнің кәдімгі қарайтын оқырмандарым шынайы адамдар да. Ал сол менің оқырмандарымның шынайы ниетін кәсіпкерлер өздерінің лас нәрсесіне қолданып кеткеніне шыны керек жыным келіп отыр. Неге мен мұндай тұжырымға келдім? Айтып кетейін, я. Жаңа осы жіберген доставкалар, бірнеше доставка келіп тұр. Сол доставкалардың ішінде мен менеджер қызым сол кәсіпкерлердің аккаунттарына шықты. Жарнама мақсатында жіберіп жатқан кәсіпкерлерден вообще қабылдап отырған жоқпыз деп сөйдеді посылканы. Ана кәсіпкердің маған менеджеріме жазып жібергенін айтшы сен. Бүйтеді, бәрінен қабылдады ғой, осы күнге дейін менікін белгілей салсыншы соңғы рет деп. Міндет қылып та, сонда біреудің жаңадай ажырасып, біреудің депрессияға түсіп, жаңадай қайғырып атырғанда, оқырмандарының қолдап көтеріп атырған сәтін пайдаланып, өзінің бизнесін пихаттап қалып атыр да. Шерхан, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, өзіңізге келдіңіз ба?
келдім. Кеше бір аяқталмаған бір мәселелер бар еді. Иә, сол енді соңында эфир уақытына тура келмей қалды енді. Шолпан қалайсыз? Жақсы. Шолпан ханым, сіздің бойыңызда сіз жек көретін бір қасиет. Сұлтан қалыңыз қалай? Жақсы. Абылайхан қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, Абылайхан. Нұрдәулет қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Сандуғаш қалайсыз? жақсы өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Саида? Саламатсыз ба? Жәнерке қалыңыз қалай? жақсы өзіңіз қалайсыз? Не деген стиль, не деген образ. Естіп аласың, көрдің ба, аяқтан сүртіп атқам ғой, түсірам. Сіз қалайсыз? Айдана қалыңыз қалай? Жақсы. Айдана, сіздің бойыңызда жағымсыз бір қасиет, өзіңізге ұнамайтын. Қалыңыз қалай? Өте керемет, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Арке қалайсыз? жақсы шүкір